Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Амансыздар ма? Қалайсыздар? Сіздерге кішігірім продукты берсек бола ма? Багажда тұр да? Иә? Азан мен сіздерді бір кішігірім қуантайық деп едік. Жарайды ма, апа? Жасыңыз қаншада, апа? 52 десіз ба? Иә, мына кішігірім қаражат, апа. Кішігірім қаражат екеуіңіз бөлісіп аласыздар, иә? Жарайды ма? Жүріңіздер. Апатай, мынаны шай ішесіздер. Шай ішесіз. Сізге алма. Апа, кішігірім сіздерге продукты Аллахтың разылығы үшін. Бақытты болыңыздар, ауырмаңыздар. Қазір примерно минус 35-40 болып тұрғы, сонда да жұмыс істеп жатсыздар таң атпай. Аллах тағала бүгінгі күннен бастап сіздерге берекені арттырсын. Жарайды ма, апай? Иә. Сіздер сол бастықтарыңыз ұрсады деп продуктыны өзім сатып алып келіп тұрмыз ғой. Иә. Екеулеріңізге бірдей бөлісіп алыңыздар, иә? Апа, ақшаны ешкімге бермеңіздер, өздеріңіз бөлісіп алыңыздар, жарайды ма? Сіздер ұйықтап жатқанда бұл кісілер осылай қар тазалап жолдың бәрін дайындайды. Осы кісілердің жалақысын арттырайықшы. Пожарный, милиция, анау-мынау емес, осы кісілердің бірінші жалақыларын арттыру керек. Ужас қой, күннің суығында далада жүреді. Бірі бастықтың қызысың, бірі бастықтың ұлысың. Ең бастысы ұмытпа, бір Алланың құлысың. Достар, шыны керек, біз кісілік танытамыз, әдемі киініп алсақ, әдемі көлік мініп алсақ, әдемі пәтер алсақ. Шыны керек, достар, ол жай ғана материал түсініңіздер, жай ғана құндылық емес, ол жай ғана ертең келіп кететін нәрсе. Достар, сіздерден өтініш, дала сыпыратындарды, пол жуатындардың мәртебесін көкке көтерейікші, құрметтейікші, достар, өтініш сіздерден.